Құрметті футбол сүйер қауым, Белес және Қайнар командалары арасында матчтың қазір екінші таймы басталады. Ысқырық шалынды. Бірден есебімен ақ жейдедегі команда қазірше жеңіске жетуде. Белес ойыншылары таразы басын теңестіру үшін әрекет жасады, алайда жол таба алмады. Ғалымжанның қақпасына Қанат Лес топты ойынға қосты. Дамир Үсеніне гол авторы. Белес ойыншылары соққы бағыттайды ма? Қақпаға дәл бармады. Қазір Белес ойыншылары осындай мүмкіндікті мүлт жіберіп алмау керек. Ислам Қамбар 9-ші нөмірде. Жалғас команда капитаны соққыны керемет тәрізді көрініс алды бұл жерде. 30-ші нөмірдегі ойыншы Бақдәулет Бердиев еді. Екінші таймды қарқынды бастауға тырысып жатыр қазір Белес футболшылары. Қана Жалғастан қорғаушы үлгерді. Мүмкіндік жоқ. Қорғаушылар қақпашыға енді дәл анық соққы бағытталмады. Қазір Белес футболшылары екінші таймда бірнеше мүмкіндікті мүлт жіберіп алды. Қайнар, Қанат Лес кімде допты өзінде ұстап қалды. Жақсы, Қанат Лес тәжірибелі футболшы. Білеміз, бірнеше турнирлерде, бірнеше матчтарын, голдарын көргенбіз. Қайнар гол соға алмады. Белесте доп. Абай болу керек осы сәтте. Міне Қанат Лес допты алып қойған сәтте Жалғас көмекке келді. Белес ойыншылары соққы керек. Бақдәулеттен жоғарыдан пас еді, бірақ үлгермейді. Қайнар, Қанат Лес қана мүмкіндіктен пайдалана ма? Сол аяқпен қақпаның сол бұрышына жерлетіп соққы бағыттады. Жақындау керек еді. Бірақ ол тәжірибесіне сүйеніп соққы бағыттаған еді. Міне енді Ғалымжан қайтарды, қарымтасын қайтарған еді Белес. Жоғарыдан пас қақпашының қолына келді. Енді Қайнар қарымтасын қайтары. Гол қажет. Ашық футбол көреміз бұдан да. Лес. Белес футболшыларында. Жалғастан соққы қақпаның оң бұрышынан нысанаға алуға тырысқан еді. Сәл анық соққы болғанда бәлкім Ғалымжан қақпасының допты алып шығарым еді. Аут. Алып. Белес ойыншыларында Қайнар қорғанады. 10 минут уақыт қалды матчтың мәресіне жетуіне. Бірінші таймдағы Дамир Үсеннің жалғыз голы қазірше матчта сақтаулы. Міне Дамир Лес. Белес ойыншылары гол қажет. Көрейікші бізде бір гол. Қайнарда доп жоқ, ойын ережесі бұзылған дейді. Жарабек Смайл допты алған сәтте ойын ережесі бұзылғанын айтып өтті. Дамир Үсен 4-ші минутта гол соққан. Қазір Белес ойыншылар Жалғас андас. Құрылышылар қайтарда. Мақсат Шәріп.
соққы болды. Өткен маусымда да Белес командасының ойындарын сіздермен бірге тамашалағанбыз. Бірнеше матчтарын комментатор ретінде жүргізген болатынмын. Ал бұл жаңа маусымдағы алғашқы ойын. Дамирсен доп тоқтата алмады. Қаныс жалғас. Қайнар командасы асықпай допты ойын қосады. Лес, Дамирсен қорғаушылармен ойнайды. Қарсыласқа мүмкіндік бермесе болды. Жеңіске жетеді Қайнар. Қақпасынан гол жіберіп алмаса. Бір гол соғып алды бірінші тайм 4-ші минутында. Бақдәулет. Асат Шарып. Қана Белес. Оң қапталға ауыстырды. Жақсы. Қана мүмкіндік соққы қақпаш қайтар, тағы бір мүмкіндік Белесі. Алыстатып жіберді. Аут. Қазір екінші гол соғу мүмкіндігіне ие болған еді. Аут болған жоқ. Екінші гол ма? Дамирсен пас. Қанат Лес соққы гол. Есеп 2-0. Қайнар футболшылары қарымта шабуылдан екінші голды соқты. Қайнар 2-0 есебімен Белесті жеңіп жатыр. Енді не болады? Екінші тайм жарты артта қалды. Кіммен ойнайды? Белес мүмкіндіктен дұрыс пайдалану керек. Әйтпесе Қанат Лестен бұрыштама доп болады. Жоғарыдан кетті доп. Аут. Қайнар ойыншылары соққы бағыттай алмады. Өзі күліп жіберді. 6-ші нөмірдегі ойыншы. Екі гол соға ала ма екен? Соққы. Белес. Төрешілер не дейді? Қайнар ойыншыларында 6 минут уақыт қалды. Дамирсен 3-ші гол соға ала ма? Көкшемен пас соққы. Қақпашыға тиді. Қанат Лес 2-ші голын соғуға әрекет жасап көрді. Аут. Қосалық құрамдағы ойыншылар бұрыштама доп Белестің. Уақыт аз, 2 гол соғуымыз керек деп жатыр. Ойнау керек екен, ұқтырып жатыр әріптестеріне. Қайнар қорғанды, тағы да допты алаңнан шығарып жіберді. Бір голдың қарымтасын қайтара ала ма екен?
Оң қапталға. Аут. Жоғарыдан пас. Қақпашы допты алыстатып жіберді. Мақсат Шәріпке келді. 4 минут уақыт қалды. Қайнар 2-0 есебімен жеңіске жетуде. Бірінші таймда Дамир Үсен есепті ашқан. Екінші таймда Қанатлес нәтижені еселеді. Ақ жедедек команда ойыншылары тағы да қателік. Белестің гол соғу барысында жолы болмай жатыр. Аут емес. Қаны енді Белестен гол күтеміз. Қайнар осал емес бүгінгі ойында. Алыстатып жіберді. Жақсы, Қанатлес, Қаны өкшемен пас. Бұрыштама доп. Қанаттың өз соққы бағыттай салған жақсы еді. Тағы да жоқ, бұл жолы қателесті. 2,5 минут уақыт қалды матчтың аяқталуына. Есебі 2-0. Белес қарсыласқан жоқ, жол беріп жатыр 0-2 есебімен. Мақсат Шәріп. Қаны Ғалымжан қайтарды. Болмай жатыр. Белестің шабуылдары қақпаға кірмей жатыр. Гол боп. Тағы да жоқ. Шәріп. Бәлкім Мақсаттың сол аяғын көрерміз соққысын. Иә, қарсыласқа тиіп қақпаға бармай жатыр. Лес топты ала алмады, жалғас. Гол соғып алса таразы басын теңестіруге тырысады. Жалғас өзі шабуылға өтті, бар күшін салып. Қапталға ауыстырды. Рикошет, бұрыштама доп. Белес бүгін ұпайсыз қалатын сияқты. Характер көрсете алама 2 минутта. Шәріптен, я осылай көру керек. Дәл бармады. Жалғас. Ойын ережесі бұзылды. Қажет емес эмоцияға беріліп, жалғас андасқа сары қағаз көрсетуі мүмкін. Белес ойыншылары соңғы минуттар мына сары қағаз көрсетілді. Қайнар Белес 2-0. Соңғы минуттар. Рұқсат берілді. Қазір ысқырық шалынатын болады. Белестің жолы болмады бүгін. Мүмкіндіктер болды, болмады емес, бірақ гол соғу бақыты оларға бұйырмады. Аут.
Töreşler ne deydi? Oyun erecesi bozuldu mu? Maksat çağırıp top. Sol kaptalga avusturdu. Out. Çalgastı top. Out. Seviye 2'den el. Aynar Cengiz jetip zatar. Tereşler sagatına karadı. Demek kasıskır çalınığı mümkün. Mine offside töreşlerin skorga çalındı. Kaynar komandası Beles'te 2-0 jengdi. Kelesi oyunlarda кездескенче sağ salamet bolыңыздар.